Әйелге салған инвестиция 10 есе керек болса 100 есе болып ақталады. Инвестиция деген сөз тек қана ақшамен, доллармен, теңгемен ақша бер деген сөз емес. Киноға апаруға болады, бірге қыдыртуға болады, киім алып беруге болады, дұрыс шашын боятатын, шашын күтімін жасайтын жерлерге жіберуге болады, бірге ресторанға апаруға болады, бірге саяхат жасауға болады. Бұл инвестицияның барлығы қалай ақталады? Әйеліңіз тренингтерге барса, курстарға барып оқып білім алады да, оны сіздің балаңызға құяды. Балаңыз ақылды болып шығу үшін, жетістікке жету үшін, оны тәрбиелейтін әйеліңіз де ақылды, парасатты, білімді болу керек. Күні-түні жұмыста жүресіз, баланы тәрбиелейтін жалғыз адам ол әйеліңіз. Әйеліңіз оқымаған, қараңғы, үйден шықпайтын, нервный, агрессивная болса, балаңызды тура сондай өшады. Сондықтан әйелімізге салған ақшамыз ол баламыз арқылы 100 есе, 10 есе болып ақталады екен.